Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжі ұсынады. Қазақстан ондаған жылдар бойы көптеген ұлттар мен ұлыстардың отаны болып келеді. Осыған орай қазақстандықтардың басын біріктіретін бірден бір мереке 1 мамыр Қазақстан халықтары бірлігі күні. Мерекеге сәйкес 28 сәуір күні колледжімізде Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған фестиваль өтті. Әр топ бір ұлттың өкілі болып, таңдаған ұлттың ұлттық киімдерін, салт дәстүрлерін, ұлттық тағамдарын көрсетті. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді дана халқымыз. Ауызбіршілікпен түсіністік, қарапайым сыйластық үстемдік құрған жерлерде қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп ілгері басып келеді. Қазақстанның көп ұлтты халықтар арасында бірлік пен ынтымақтастығы нығая берсін. Береке бірлігіміз арта берсін ағайын.